Мен Ибрахим Кунанбайұлы, ел ішінде Абай деп аталдым. 1845 жылдың жазы, Шыңғыстаудың бөктері, менің дүние есігін ашқан жерім. Әкем Кунанбай елге беделді, сөзі өтетін, болыс болған адам. Шешем Мұлжан, ақжарқын, сабырлы, дана әйел еді. Ана сүтімен бірге алғырлық, әділетке құштарлық бойыма дарыса, әке тәрбиесінен талап пен тәртіпті үйрендім. Балалық шағымнан бастап сөз қадірін түсінуге талпындым. Әкем мені жас күнімнен ел ісіне араластырды. Үлкендердің сөзін тыңдап өстім. Халық дауы, билік, әділдік мәселелерімен ерте таныстым. Бірақ менің жүрегіме ең жақын дүние оқу мен ғылым болды. 10 жасымнан бастап медреседе білім алдым. Шығыс классиктерін оқыдым. Араб, парсы, түрік тілдерін үйреніп, Фирдауси, Низами, Сағди, Науаи шығармаларынан нәр алдым. Кейін орыс тіліне құмартып, Лермонтов, Пушкин, Толстой, Крылов еңбектерімен таныстым. Олардың сөз өнерінен, ой кереңдігінен, адамға деген махаббатынан көп тағылым алдым. Ел ішіне қайта оралғаннан кейін көп нәрсені өз көзіммен көрдім. Надандық, тартыс, ел ішіндегі алауыздық мені қынжылтты. Сол үшін менің бар мақсатым халқымды оқуға, ғылымға, бірлікке шақыру болды. Өлеңдерім мен қара сөздерінің төркіні де осыдан туындады. Қара сөздер деп кейін аталып кеткен ойларымды мен халыққа айтқан ақылым, жүрек сөзі, жан айқайым деп білемін. Мен үшін адам болмысының ең биік өлшемі ақыл, еңбек, рақым. Елдің ертеңі жастар. Сондықтан әрбір жас білімге ұмтылсын, жалқаулық пен надандықтан қашсын деп айттым. Өмірімнің соңғы жылдары тыныш болмады. Шығармашылықпен айналысу үшін өзімді қалың елден оқшау ұстадым. Бірақ халқымды ойлау, оны түзету, өмір бойғы мұратым болып қалды. Менің арманым қазақтың көкірегі ояу, көзі ашық, мәдениетті халық болуы. Егер менің сөзім соған титтей де болса, септігін тигізсе, еңбегімнің еш болмағаны.